Сәлем достар, сіздермен бірге пайдалы кеңестер бір арнасы. Рамазан айында не істеу керек? Қасиетті Рамазан айы қош келдің. Мұсылмандар үшін қасиетті мереке саналатын қасиетті Рамазан айында ораза ұстап, оны абыроймен аяқтап, ораза айтына жету. Бұл мұсылмандар қауымының дәстүрінде тойланатын ерекше мереке. Мұсылман елдерінде ораза айты, сондай-ақ құрбан айты демалыс күні болып табылады. Ал кейбір елдерде ол бірнеше күн қатарынан тойланады екен. Ораза халқымыздың діни дәстүріне айналады. Бұл мереке адамдардың Аллаға жақындауын, адамдардың бір-біріне деген бауырмашылдығын, мейірімділігін арттыратын мереке. Ерекше асығып күтетін мұсылмандардың мейрамы болып табылады. Шығуы тарихы. Ораза мұсылмандардың ең көне мерекелерінің бірі. Негізгі бұл мерекенің шығу тарихы сонау Мұхаммед пайғамбарымыздың кезінен басталған. Яғни 624 жылы ораза айт мерекесін тойлау дәстүрі араб халифаты дәуірінен бері исламның дамуымен бірге тарады. Осман империясы, Мысыр, Солтүстік Африка елдері, Ауғанстан, Пәкістан және басқа да елдерде ораза айты мерекесіне арналған дастархан жайылады екен. Сонымен бірге ауызашар мейрамы сүнниттерге де, шииттерге де бірдей маңызды. Сүнниттер исламдағы ең ірі бағыт саналады. Олар әлемдегі мұсылмандардың шамамен 90%-ын құрайды екен. Пітір садақасы міндеттері. Ораза айтының айналасында көптеген дәстүрлер бар. Оразаның басталуында адамдар бір-біріне ұстаған оразаң қабыл болсын деп, Алла разылығы үшін ораза ұстаған адамдарға жақсылық тілейді. Ораза кезіндегі өте маңызды дәстүр арнайы зекет беру. Бұл зекет пітір садақасы. Мұсылман қауымының сол аймақтағы ең аз қамтылған адамдарға, ауру сырқауларға, кедей-кепшіктерге, қиын өмірлік жағдайларға тап болғандарға жіберетін азық-түлік немесе ақшада болуы мүмкін. Пітір садақасын құрма, мейіз бағасымен де беруге болады. Биылғы пітір садақасы жан басына 535 теңге болып бекітілді. Пітір садақаның мөлшері еліміз бойынша 2 келі ұнның орташа бағасымен есептелінеді екен. Пітір садақасын құрма, мейіз бағасымен де беруге болады. Ораза айт мерекесінің мәні. Ораза айт мерекесінде ортақ дәстүрлерден бөлек бір қатар ережелерде сақтау керек. Мерекеге дайындық бір күн бұрын басталады. Мұсылман қауымы үйлері мен ауылдарын жинап, мерекелік тағамдар дайындайды. Мереке қарсаңында мұсылмандар тазаланып, моншаға түсіп, ең жақсы киімдерін киіп, туыстарына, достарына, көршілеріне барып, айт мерекесімен құттықтайды. Сыйлықтар береді, қуанышты мерекеге айналдырады. Әрбір адам өмірден өткен жақындары болса, қабірінің басына барып, Құран бағыштайды. Немесе сол үйде марқұмның марқұм болғанынан кейінгі алғашқы айты деп жақын туыстары жиналып, оған дұға етеді. Айт намазы оқылып, ерлер мешіттерге жиналып, Алла тағаладан жарылқау тілейді. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, қоңырау жанып басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.